бізде жаңбыр жауып аспан күшті дайындалып жатырмыз. Екеуміз наушникпен тағамыз үйді. Senin yerinin capcasını kıldın değil. Böyle. Şimdi size ıslık şey. Bırak görmedik. Осы видеоны түсіру үшін назарттарды андай күннің суығына осылай қалың киім алып барып екеуміз алып келге еренбей. Маған ұнады. Енді қайсың? Дәмін көрейік екеуміз. Ішінде не бар екен түсінсіз, бірақ әртүрлі күшті. Ой, кешірім сұрайын. Мына тортты сіздер жеп көріңіздер. Шынымен де аты қалай, бірақ білмейміз. Атын описание жазып қою керек. Білмейміз. Не деп чекте бар. Жазып кетеміз, міндетті түрде мына тортты атын жазып кетеміз. Ішінде жаңғақ бар. Просто естіліп тұр, иә. Қазір сен құлағыңа қалай естіп тұрсың? Микрофон соны алып тұр. Вау! Ішіндегі жаңғақ көрінеді ме? Вот. Еще мак қосылған екен. Иә. Жеп көріңіздер. Бүйтіп тұрып толасын алып тұрып ауызға. Бізде бүгін тәттілер болды. Енді келесіде қандай не ұнайтынсыздар де мен өткізсе болады. Келесіде комментарий жазып па? Ашып қоямыз комментарийді. Иә. Жазып кетіңіздер. Келесі может быть аш жерлер жасармыз. Иә. Қандай тағамдар сіздерге ұнайды, соны жазып кетсеңіздер болады. Енді ана торттың дәмін көрейік. Иә. Кәдімгі барқыттай торт. Барқыттарын жеп жүреді.
Астынағысы бір жұмсақ бір кілегей. Дәмінде бір андай қайтылмайды. Басқаша ерекше кәдімгі йогурттарға ұқсамайды. Алып жеп көріңіздер. Күшті ұстайды. Қатты қымбат емес. Бағасы тұрды қанша? 465 теңге. Иә, сондай. Күн күркіреп жатыр. Негізі тойып келгенбіз ғой. Барлық істер үшін. Енді нандан баранса. Давай көрейік. Соғыстырамыз. Тәтті тоқаш. Шоколадный. Күшті. Сары цвет кілегей ма, сондай секілді. Әдемі екен. Еще әдемілеп не қойыпты. Іші жұмсақ, барлығы свежий. Вау. Біз бұны Шымкент қаласындағы Ладушки деген жерден алдық, яғни Нұрсат жақтан. Егер де алғыларыңыз келсе сол жерден алсаңыз да болады.
тәттілер мен айзада және әнші.